Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгін мен сіздерге осындай домбыра әдісіндегі кері байланысты көрсетемін. Бұл әдісте басқа менің жаңа PowerPoint ойындар сияқты PowerPoint-пен жасалған, яғни барлық ойындар PowerPoint жасалады. Бұл енді ойын болғанда әдіс, мысалы ұлттық құндылыққа байланысты кері байланыс ретінде пайдалануға болады. Сабақтың соңында енді мына жерде үш домбыра тұр. Барлығы түсінікті, сұрағым бар, сосын ештеңе түсінбедім деген үш не, үшеуінде де дауыс шығады. Бір слайдтан ғана тұрады бұл, бірақ мынаның барлығында анимациялары бар. Анимациясын ашып көрсетейін. Міне, осының барлығында осындай анимациялар қойылған, әрқайсысына бөлек-бөлек. Енді мына жерде дауысы бар. Міне, жоғары жағында домбыраның дауысы ұлытау әні. Соны алып тастауға да болады. Былайша дауысын төмендетуге болады, шығаруға болады, және төмендетуге болады. Енді бұл кері байланыс әдісінде тек қана қанша оқушы барлығын түсінді, қанша оқушының сұрағы бар, сосын неше оқушының ештеңе түсінбеді, соны білуге болады. Әрқайсында 15, сонда общий 45 оқушыға жетеді мынау. Сосын былайша қайсы оқушы түсінді, қайсы оқушы түсінбеді, оны біле алмайсыздар. Оны былай мұғалімнің өзі бақылап отырса болады. Ал былайша негізі жақсы. Осылай даусымен яғни интерактив тақтада шығарып қойсаңыздар, осылай оқушылардың өздері шығып, осыны басып, қайсысы болатын соны басып осылай жазылады. Назарларыңызға рахмет.